Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен бүгін осы көп жағдайда балалар, жүкті әйелдердің балалары теріс келіп жатады. Жүкті әйелдердің балалары теріс келіп жатады және жүгініп қалады. Яғни жүгініп қалады деген не? Матка, мынандай матка дейік, иә? Мысалы, мына жерде сізде шатыңыз бар, қуыңыз бар. Баланың аяғы, мысалы, бала айналады. Жер шар сияқты бала айналып отырады. Сондай жағдайда мына кейде тізелері, кейде шынтақтары мына сіздің шаптарыңызға қарата, я болмаса мына төменгі қасақана сүйекке қарата қуықтың арасынан бүйтіп мына кіріп кетеді да, суы аз болған жағдайда бала қимылдай алмай қалады. Я болмаса бала оқыс қимылдаған кезде сондай жүгініп қалады дейді оны қазақ. Шынтағы тіреліп қалады, я болмаса аяғы тіреліп қалады баланы. Ондай жағдайда теріс келіп жатады. Ал енді сол теріс келген баланы мен емдеймін. Емдеймін деген сөз, яғни дұрыстауға болады. Бұны дұрыстауға болады екен деп күн көрінген істеуге болмайды. Өйткені сіз анаяқта жолдасы, плацента дейміз ғой, жолдасы орнынан қозғалтып жесеңіз, кровотечениеге дейін барып кетеді. Сондықтан оны өзінің мына қимылдататын адамдар ғана болады. Соның бірі менмін. Бұрын апалар, үлкен апалар жүгінген баланы орнынан мына көтеріп дұрыс орнына қойған баланы. Сол жүгіну дейтін сондай. Ал бала теріс келгенде, кейбіреулер бала теріс келгенде бір апта бұрын келіп жатады. Теріс келді деп айтты деп. Жоқ, ол сіздерге жәрдем бермейді. Ол бала теріс келген кезде кемінде 15-20 күн бұрын келу керек. Өйткені баланы айландыру керек, жайлап айландырып қалпына келтіру керек. Тіптен бір ай бұрын келсе де болады. Кей балалар теріс жатып алады да, орнынан қозғалысы түрлі жағдайларға, оның жататын орнына байланысты сондай болып жатады. Сондықтан ондай жағдайда баланың теріс келген баланы дұрыстауға, жүгінген баланы жүгінген ішті көтеруге болатын сіздерге ескерткім келеді. Бұл әсіресе жүкті келіншектерге керекті дүние. Сондықтан сіздерге бұл мәлімет туралы керек болатын болса, әр уақытта маған хабарлассаңыздар болады. Бірақ ертерек келу керек болады. Аман сау болайық. Өмірге дайын болған баланы өмірге аман есен келтірейік дегім келеді. Сау бала келтірейік дегім келеді. Құрметті келіншектер, осында сіздер ұмытпаңыздар. Лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болайық.